Бүгін сіздерге аскаридоз құрты туралы айтып кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк баса кетіңіз. Аскаридоз жер бетінде бұл 1 миллиардқа жуық адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру екен. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Құрттың ұзындығы 15-10 миллиметрден аспайды екен. Ал түсі ақшыл қызғылт. Ол қайдан жұғады десеңіз, көкөністер мен жеміс-жидектерді тазалап жумай, шаң кір күйінде қолдану, олардың барлы ішек құрттарын жұқтырудың бірінші жолы болады екен. Сондай-ақ ет пен балықты майда құрттар көп болады екен. Ауру астан демекші, шала піскен, аз қайнатылған тағамдарда құрттар өлмей тіршілігін ары қарай жалғастырады екен. Балалар әуес қытырлақ нандар, қуырылған картоптар, сонымен қатар жылдам дайындалатын тағамдар, яғни олар фастфудтар. Ішек құрттарын жұқтыратын өнімдердің бірі осылар екен. Жас балалардың ағзасы әлсіздеу болғандықтан, ішек құртын жұқтырған болса, асқазан, кіндік тұсы ауырады. Құрт ауруларының салдарынан адам көп терлейтін болады. Шаштары сиреп, бетке ақ дақтар түседі. Енді сіздерге 1-2 әдісін айта кетейік. Бұл әрине үй жағдайында қана жасалатын әдістер. Пияз. Ыдыстың бел ортасына дейін ұсақтап туралған пиязбен қалған жартысына арақ немесе спирт құйғаныңыз жөн. Ал балаларға оның орнына су құйсаңыз болады. Балаларға берерде 12 сағаттан кейін беруге болады. Және 3-4 күн қатарынан күнделікті 1 қасық ішкізсеңіз жеткілікті. Сонымен қатар балаларыңызға асқабақтың дәнін кептіріп берсеңіз де, ол да аскаридозға пайдасын тигізеді. Бұл халық емінен аскаридозды негізі емдеу мүмкін емес. Бұл айтылған әдістер, бұл яғни уақытша ғана. Міндетті түрде сіз дәрігерге қаралып кеңес алуыңыз керек.